Балалар, біз өткен сабақта адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін әңгімелесетіндігін, сұрақ қоятындығын және жауап алатындығын білдік. Демек, қарым-қатынас жасау барысында адамдар бір-бірімен сөйлеседі. Балалар, сөйлеу екі түрге бөлінеді: ауызекі және жазбаша сөйлеу. Ендеше назарымызды келесі бейне жазбаға аударайық. Бүгінгі тақырыпты қалай түсінгендеріне байланысты болмақ. Балалар, сендер жұмбақ шешуді ұнатасыңдар ма? Әрине. Ендеше мына жұмбақтарды оқып, шешуіндегі сөздер сөйлеудің қандай түріне жататындығын анықтап көрейік. Кәне, бірге оқиық. Сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көзден. Кәне балалар, ойланып көрейік. Бұл жұмбақтың шешуі не екен? Әрине, бұл жұмбақтың шешуі кітап. Балалар, кітапты оқимыз, кітаптан ақпарат аламыз. Ендеше қалай ойлайсыңдар? Ол сөйлеудің қандай түріне жатады? Ойланайық. Әрине, кітап сөйлеудің жазбаша түріне жатады. Енді келесі жұмбақты оқып көрейік. Әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші, әр үйде бар тартқышым, кәне білші. Кәне балалар, ойланып көрейік. Бұл жұмбақтың жауабы не екен? Әрине, дұрыс ойлайсыңдар. Жұмбақтың шешуі радио. Ал, балалар, сендер радиодан қандай ақпарат аласыңдар? Радиодан жаңалықтар тыңдауға болады, радиодан ән тыңдауға болады, және түрлі ақпараттар алуға болады. Ендеше бұл сөйлеудің қандай түріне жатпақ? Әрине, радио сөйлеудің ауызекі түріне жатады. Балалар, жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Алғашқы адамдар өздерінің айтқысы келген ойын суреттер, сызықтар арқылы бейнелеген. Ал қазір бұндай жазуды балалар жол белгілерінен байқауға болады екен. Балалар, келесі тапсырмамыз ойлан айдарымен беріледі. Бұл тапсырмада бізге бірнеше сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді түсініп оқып, сөйлеудің қандай түріне жататындығын анықтауымыз қажет. Қане, бірге оқып көрейік. Бірінші сөйлем. Екі бала әңгімелесіп тұр. Қане, ойланып көрейік. Бұл сөйлем сөйлеудің қандай түріне жатады? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл сөйлем сөйлеудің ауызекі түріне жатады. Келесі сөйлемімізді оқып көреміз. Оқушы тақтаға жазды. Қане, ойланамыз. Бұл сөйлем сөйлеудің қандай түріне жатады? Дұрыс ойлайсыңдар. Бұл сөйлем сөйлеудің жазбаша түріне жатады. Әпкем журнал оқыды. Кәне, балалар, бұл сөйлем сөйлеудің қандай түріне жататындығын кім бірінші табар екен? Жарайсыңдар. Бұл сөйлем сөйлеудің жазбаша түріне жатады. Кәне, ең соңғы сөйлемді оқып көрейік. Мұғалім сабақ түсіндірді. Ойланамыз. Әрине, бұл сөйлем сөйлеудің ауызекі түріне жатады. Балалар, бұл тапсырманы да сендер қиындықсыз орындап шықтыңдар деп ойлаймын. Яғни, бүгінгі сабақта жақсы меңгергендерің көрініп тұр. Келесі тапсырмамыз есте сақта айдарымен беріледі.
Мақалды менімен бірге оқиық. Тіл қаруы сөз, сөз қаруы ой. Кәне балалар, осы мақалды ішімізден 3 рет қайталап оқимыз. Және есте сақтауға тырысамыз. Енді балалар, жаттағанымызды дәптерімізге жазуға дайындаламыз. Бірақ та алдымен жазу ережесін еске түсіріп алайық. Кеудемізді тік, аяғымызды бірге ұстаймыз. Дәптерімізді көлбеу қоямыз. Дұрыс отыру сендердің денсаулықтарының кепілі екенін ұмытпағандарың жөн. Балалар, жазып болдық па? Ендеше өзіңді тексеріп көр. Жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы да қиындықсыз орындап шықтыңдар деп ойлаймын. Сонымен, бүгінгі сабағымызды мынадай сұрақтармен қорытындыласақ. Кәне, балалар, бірінші сұрақты оқып көрейік. Ауызекі сөйлеу дегеніміз не? Ойланамыз. Жарайсыңдар. Келесі сұрақты оқып көрейік. Жазбаша сөйлеу дегеніміз не? Тамаша балалар, сендер дұрыс жауап берді деген ойдамын. Балалар, бүгінгі өтілген тақырып бойынша 3-4 сұрақты өздерің құрастырып, дәптерлеріңе